Ұрланған той, іштарлықтың ақыры. Мереке мен Маржан егіз қозы еркелеп өскен екі ағайынды бауырдың үлпілдеп өсірген жалғыз қыздары. Мереке Мәліктің үлкені. Қара шаңырақтағы ата-анасының жиған тергенін басып қалған ол, жастайынан озбыр бір беткей, айтқаннан қайтпайтын қыңыр қырсықтың нақ өзі. 4 ұлдың кенжесі Мәліктің дәурені жүріп тұрған шақ. Келіншегі Айгүлдің танауы аспандап, үлкенді үлкен, кішіні кіші көрмей, күйеуінің арқасына тайранап жүрген. Үлкен қызы Мерекеден соң 10 жыл тосып, егіз ұл тапқан ол, үй шаруасына үлгере алмай, екі бірдей қошақанға қарай алмаған соң, абысынының қызы Маржанды үйіне шақыртып алатын. 13-ке жаңа толған қыздың балаға да, үй шаруасына да ебі зор. Өзінен алдыңғы ағаларының киімін үтіктеп, кейінгі бауырларының оқуына көмектесіп, әбден шаруаға еті үйренген Маржанға Мерекемен ойнап жүріп үй жинау, тамақ жасау түк емес. Бір көшенің бойында тұратын бауырлар Мәлік пен ағасы Сәкеннің үйлерінің арасы он шақты. Мәлік күн бойы үйінен шықпайтын. Әкесінің қалған қожалыққа барып, жұмысшыларға айғайлап, айлық бермеймін деп қоқан-лоққы көрсеткені болмаса, басшысы дұрыс болмағасын жұмыс туралап, бұрынғыдай көл-көсір табыс екі есе азайғаны қашан. Ағасы Сәкенді бас есепші тағайындағанымен, ол жұмысқа қара жұмысының да шаруасын атқарып, інісінің берген жалақысына қарап отбасына сұрауға мәжбүр. Себебі әкесіне берген уәдесі бар. Бақилыққа аттанған алдым Мәлікке дайын асқаттық қасық болмаса, өмір бойы жеңілден үстімен жүрген кенжетайға өмірді сүру қиынға соғар. Егер әкем десең, мына бауырларыңды өзің жетілдіресің, әрі негізі қалаған кәсіптің өзің іштей қадағалайсың деп өсиет еткен. Ортанша екі ұлдың бірі шет елде, енді бірі қалада. Ол екеуіне ауыл шаруашылығының исі мұрнына бармақ түгілі, ауыл десе жиырынып, қалаға шегедей бекіп алғалы қашан. Сәкен мен Лаура 5 бала шағасымен тікелей сол қожалықтың табысымен ғана бауыры Мәліктің көңіліне қарап өмір сүруге мәжбүр. Лаура мектепте мұғалім. Қызы Маржанды жастайынан ширатып, тірлікке епті етіп өсіріп бақты. Ал өзінде келіннің қызы Мерекенің аңдыған ақша мен телефон. Нағыз әкесі сияқты шолжаң еді. Уақыт зымырлап өте берді. Балалар шетінен оқуға түсіп, кезек қыздарға келіп жетті. Маржан анасының жолын қуып мұғалімдікті таңдап, Алматы қаласына кетті. Группалас құрбыларымен тез тіл табысып, жатақханаға Айзере, Мақпал, Жансая деген әр өңірден келген қыздармен бір бөлмені бөлісті. Оқуда озат қыз университетте өткір ойларымен, озық пікірмен көзге түсіп, лидер болып үнемі көзге көрінетін. Тобының старостасы. 24 студенттің бірдей ықыласына ие болып, әркез көмегін аямайтын жанашыр қызды бәрі де шынайы жақсы көретін. Ауылдан арқаланып, соғымымен алма, жаңғағын зілмендей көтеріп жиі келіп тұратын әкесіне еркелей ұрсып, неменесіне әуре болдыңыз, шәкіртақым тамақ пен қол жетімі жетеді ғой, деп әкесінің шығындалғанын қаламайтын. Одан да бауырларымен сол етті асып жеңіздер, менің де көңілім тоқ болар еді ғой деп, әкесін құшақтап, әжім басқан екі бетінен кезек-кезек шөлбілетіп сүйіп алады. Университеттің гүлзарында ұзақ сырласып, әкесіне кейде жаны ашитын Маржан, әке, сізге марқұм атам еш ренжімес, мүмкін болса қарауылдыққа ауыссаңыз да жеңілдеу жұмыс табыңызшы. Анамнан естідім, жалақысыз жүргендеріңізге 4 ай асыпты. Мәлік көкемнің ішкілікке салынғанына да жүрегім ауырады. Бір сіздің құшақ ұрып жүгіргеніңізбен ештеңе өнер емес. Біз үшін жаңыңызды қимаңызшы, атам сізге ренжімес. 7 жылдай кәсіпті ұстап тұрдыңыз сіз. Өзіңіз жалақы алмасаңыз да барлық жұмысының айлығын түгендеп, Мәлік көкеме де үлес беріп отырсыз. Шаршадыңыз ғой деп, қорсылдап жылап алған қызына емірене қараған әке, ботам-ау, неге бізді уайымдайсың? Одан да сабағыңды оқы, бауырларыңа үлгі бол. Ауылда Мерекеде әпкемде сен сияқты мұғалім болам деп мұғалімдерді шулатып жүр екен. Әй қайдам, сол еркетайды. 9 жыл оқуды қатырмаған, 2 жылда айда аспанға шығармаса, қайдам білім миына қонар мекенде отырмыз анау екеуміз. Алла бағында ашсын, ол да бір менің қызым ғой, деген Сәкен ауылдың кешкі автобусын үлгеруге асығып, Маржанымен қайырылысты.
Әкесіне шәкіртақысынан азын-аулақ жиған ақшасын берген Маржан қой алмаймын деген әкесінің қалтасына тықпалап күлімдеп шығарып салды. Ұнжырғасы түсіп жатақханасына қайтып жатқан жолдағы бір топ жігітті аңғармапты. Қарындас, бауын ұста деп десе бастады. Зере құты қалмай жүгіре жөнелді. Артынан қабағын иттей қуа жөнелген жігіттерді көрген бойда Маржанның алдынан шығып бауырына басқан жігіт құтқарып қалды. Жігіттер, бұларың не қыз көрмегендей? Сендердің бұлай қуатындарың не бол соншама? Сен кімсің? Кет әрі, біз қызбен таныспақшымыз. Естерің дұрыс па? Мал сияқты таныстарың кімдерге керек? Көке, сен кімсің өзі? Жіберді жайыңа кет. Бұл менің қызым Есличо, өздерің тайып тұрыңдар. Танысқыштарың бұларың деп сес көрсетіп еді. Жігіттер жан-жаққа тарқасты. Әлгі бейтаныс жігіттің қолынан сытылып шыққан Маржан, рахмет сізге, деді де жатақханаға қарай жылдам жүгіріп кетті. Мазасы болмай түтігіп бөлмеге кірген Маржаннан мән-жайды сұраған қыздар әлгі бұзақыларға ашуланды. Біздің университеттің старшактары болса дереу деканат қайту керек. Жоқ, олар тым дөрекі көшенің жігіттері-ау. Құтқарған батырдың алдын көрген бе едің? Кім болды екен ол батыр? Деп қыздар түнімен болған жағдайды талқылап, таң ата көз іліп, төртеуі де сабақтарына кешігіп қалды. Маржан қалайда құтқаршы батырды табуды ойлады. Аз ғана уақытта бауырына басқан батырға бауыр басып қалғандай іздеп тағы да кездесуді армандады. Бірақ ол жігітті қайдан іздеймін? Мүмкін үйленген шығар жігіт. Қазір маған оқу маңызды. Ару қала Алматыға жігіт емес, арман қуып келдім ғой, деп есін жиып сабағына ден қойды. Егер шынымен менің адамым болса, іздеп табар деген бәрібір де бір ой маза бермей жүретін Маржан қыз. Ал бұл сәтте ауылдағылар Мерекенің мақтанышымен әуре болып жатқан. Анасының әшекейлерін ұрлап шығып өзіне айфон телефон алған Мереке ұрыны қожалыққа жауып, өзі судан ақ болуға тырысып жатқан. Шындық ашылған бойда өлемін деп қорқытып, әкесі инфаркт алып төсек тартып жатып қалады. Күйеуі төсек тартып жатып қалған Айгүлге үлкен соққы болды. Ол аздай Мерекені көрші ауылдың баласына тұрмысқа шығам деп үйінен қашып кетеді. Жығылған үстіне жұдырық болған опасыз қыз үй үшін ойламай уақытша мастықпен сезімге берілді. Кішкентай келін болғанына мәз болып, отбасылық өмірге қадам басты. Өмірінде ешқандай қиындық көрмеген Айгүлді күні тағы да абысына Лаураға қарап қалды. Сәкен бүкіл қожалықты өз басшылығына алып, қолдан келгенше жандандыруға тырысты. Мәліктің бұл аяқ-қолы жансызданғанымен тамағы мен тілі сау. Өткен-кеткенді тілімен шағып, айналасына жаһарын шашып отыратын. Одан қалсақ, шөлмекті басына қойып, бөтелкелестерін үйіне кіргізіп алатынды шығарды. Күйеуінің есіз қылығына тойған Айгүл жанайырланып, түкке тұрықсыз күйеуім деген желеумен төркініне кетіп қалды. Өзінен тараған екі ұлын да ала кеткен есіз қатынның ерегіскен Мәлік қатты ашуланды. Үйленген күнін әйелін алақанына салып, бетін желге, қолын суға малытпай мәпелеген қиын жағдайда бір сәтте тастап кеткеніне жанына батты. Жеңілдің астымен, ауырдың үстімен жүріп үйленген әйелі өзі есіріп жібергенін түсінбеді. Өзіне күтім жасайтын медбикеге де беретін ақшасы таусылды. Сәкен амалдап бауырына қарайласып, Лаура қолынан келгенше бір кезде тамағын апарып ішкізіп, кір-қоңын жуып, барынша көмегін аямады. Арада 3 ай өтті. Мәліктің денсаулығы бері қарап аяқтан тұра бастады. Осы кезде 4 күніне симай Айгүл де сүмірейіп үйіне келді. Сүтке тиген мысықтай жүгенде құдалары да Мерекені жүгімен алып келіп масқара халге түсті. Құдалардың айтуынша қолынан сұғанағы бар келіндері ел жұртқа масқара етіпті. Барған жерінде бір бұйымды үптеп кететіні, артынан қонаққа шақырған адамдары жоқ затын сұрап келе беретіні әбден жандарына батса керек. Ажырасудың себебі сол сұғанақтық. Ажырасатындай екеуі заңды некеде болмаған. Небәрі 16 жасар қыздың тағдыры тәлікке түсіп, атына күйе жағылып, үйден шыға алмай қалды.